Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен молочная девочканың рецептісімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сгущенканы салып, үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне суыған және ерітілген сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық масса шығу керек, оның үстіне разрыхлитель мен ұнды саламыз, жақсылап араластырамыз. Ұнды ситадан өткізу өте маңызды, сонда сіздің тестаңыз жақсы көтеріледі. Тестамыз дайын болды. Енді біз оны пергамент қағазына пісіретін боламыз. Сізге керекті диаметрді осындай тарелкамен немесе кез келген ыдыспен салып алсаңыздар болады. Карандашпен сызып, осы тестамызды үстіне салып, жайып шығатын боламыз. Мен 2 ас қасықтан салдым. Әр коржды пешке 180 градуста 5 минуттай пісіріп аламыз. Барлық корждарды осылай пісіріп шығамыз. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырдың үстіне сахарный пудраны салып, жақсылап миксерлейміз. Кремге қолданылатын заттардың барлығы 1 күн, 2 күн холодильникте тұруы өте маңызды. Енді осының үстіне сливкимізді құйып, жақсылап крем болғанша араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді біз тортымызды жинауға кірісеміз. Мен осындай кольцода жинаймын, тортымыз түзу болып шығу үшін. Астына крем жағып, бірінші коржымызды саламыз. Үстіне 2 ас қасық крем салып, жақсылап барлығына бірыңғай етіп жағып шығамыз. Тортымыз дайын болды. Енді сіздер оны өз қалауларыңызша әсемдейсіздер. Мен тортты сразу жинап болған соң бірден әсемдеуге кірісемін. Сіздер холодильникке қойып алсаңыздар болады. Мен тортты інімнің туылған күніне жасап жатырмын, сондықтан өте минимализм стилінде жасадым. Красителермен бояп, үстіне Happy Birthday деп жаздым. Тортымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.